Қарасам 40-қа келгем, айлығым әлі 270 мың теңге. Мен айтамын да, мен айлығым көтересіздер ма? Рейтинг жасап жатырмын. Пожалуйста. Please. Уже елдер танымады, суретке түсіп жатыр, бір кейде болса да бизнес класспен ұшып көрейінші деп. Нет, сондай заңдылық бар. Осындай, жалпы сондай бар ғой бір. Айлық осындай алады, ведущийлер осындай алады, звукорежиссер сондай дейді. Өзгермейді дейді. Бір күні жаман қарызға кірдім да. Қарызға жаман кірдім. Ақша жоқ, бірақ образды жібермейсің ғой, былай жүресің ғой. Добрый вечер. Бірақ көк тиын жоқ та қалды да. Әйелім жазып отыр, ет не істейді, аламыз ба, алмаймыз ба деген. Ет аламыз ба, алмаймыз деген үйде сұрақ болады да. Сөйтіп үйге келдік та, бір жаман шаршадым, бір жылағым келіп кетті да, әйеліміз екеуміз отырмыз, әйелім өзі 8 жасымен кіші. Кейде қысыламын ғой, әйелім жаңағы семьяма ақшалап бере алмаймын ба деген сияқты. Бірақ көрсетпейсің сыртқа. Сөйтіп кішкентай қызым келді, Нұрай. Копилкасына ақша жинап жүрген, сол копилкасын сындырып, пап, менде бар етке ақша деген кезде ана жерде өкіріп жылай саламыз. Мен содан кейін былай ойладым. Хватит. Хватит, дамы и господа. Мен телевидениеден кетіп қалдым. Киноға кетіп қалдым да бар.